жинау керексіз. Жетон арқылы ең соңында колледж бойынша ең үздік миф кафедрасына қатысқан ең үздік 3 топты шығарамыз. Өзіңдеріңіз көріп тұрсыз, Инстаграмда физика, математика жана информатика деп жазылған. Бұған фотоға түсіп, хэштег белгілейсіз бізді. Біз осыны қарап, сіздерге жетон үлестіретін боламыз. Ең көп жетон жинаған топқа біз жаңағы есепке алынатын болады. Сонымен қатар жаңағы бұлар ни на море, ни на суше, ни во Вселенной. Есть о математике молва, что она в порядок ум приводит. Яғни міне бізде бұлар бір-біріне жабыспай тұр, себебі аттастар бір-бірінен тебірек. Ал егер оның полюс бағытын өзгертсе, яғни 2 1 плюс 1 минус қойып қойсақ, олар бір-біріне жабысады. Яғни бұл бізде аттас зарядтар мен аттас зарядтардың тебілуімен тартылуы болып табылады. Екінші дәл сондай бізде тәжірибе, ол жерде бізде арбашыларға қойылған. Яғни біз оларды жүргізетін болсақ, олар міне олардың әраттас және аттас зарядтарына байланысты олардың яғни тартылып және кері қарай қозғалуы. Келесі бізде өткізгіштерді, яғни әртүрлі өткізгіштерді тізбекте жалғау болып табылады. Мысалы ретінде біз осыны жалғап қойдық, яғни бұл бізде жасанды қуат көзі, яғни батареяның көмегімен жұмыс жасап тұр. Яғни қараңыздар, біз егер кілт деп аталады, яғни кілтті қоссақ, біздегі шамымыз жанып тұр. Көрсеңіздер болады. Яғни бізде бұл негізінен батарейканың көмегімен, ал мектепте бізде көбінесе тоқтардың көмегімен істелді. Енді 1-2 студент келіп құрап қарауларыңызға болады. Тізбекте жалғау. Яғни бұл жерде электр тізбегіміз жинадық.
жанынан тұрып істеп қарауға болады. Біреуіңіз мынаны оқырап қараңыз. Ішінде конструкторлар бар. Біреуіңіз мынадан, біреуіңіз мынадан оқырап қараңыз. Келесі бізде тәжірибеге қарапайым үй жағдайында қолданылатын үй жағдайда көрсетуге болады, бірақ үйде істеп көруге кеңес бермеймін ешкімге. Ферри, қарапайым суға ферри араластырамыз. Ол суды араластырып, жақсы көпіргенше араластырамыз ферриді сумен. Кәдімгі шашқа арналған бапты қолданамыз негізі. Жалпы бұл тәжірибені істеген кезде азотты қолдануға болады. Gazdардың көмегі жануы болып, қызықты тәжірибе ретінде көрсетілген. Көпіршіктің орнына сіздер қатты картон алатын болсаңыздар, оның істері бұл бізде дыбысқа арналған. Яғни біз оны құлағымызға тақау арқылы біз бұлай соғатын болсақ, олардың қалай естілетінін тыңдауымызға болады. Яғни бұл жақтан дауысы шығады, оны естіледі. Келесі, бұл бізде физикалық тәжірибелерді қолданатын таразы, яғни демонстрация ретінде сіздерге алып келдік. Келесі бізде оптика саласы бойынша, яғни оптиканың тарауы бойынша біз сіздерге, бұл бізде жарықтың тарауы, яғни жарықтың шағылуы бойынша. Бұл жерде бізде айнаның көмегімен, я болмаса түрлі денелерді, яғни қолдану арқылы біз оларға, мысалы, мына ұстап тұрасыз ба айнаны? Яғни біз жарықтың көмегімен я болмаса мына аяқтан біз қарайтын болсақ, яғни айнаның көмегімен бізде ол жерде жалпы шағылу көрінеді, яғни айнада көрінеді бейнесі. Я болмаса біздер олардың ішіндегі айнаның орнына басқа да түрлі нәрселерді қолдануымызға болады, яғни мысалы ақбеттерді қолданатын болсақ, я болмаса әйнекті қолданатын болсақ, яғни айна сияқты емес, олар бұлыңғыр көрінеді, яғни тіпті көрінбеуі де мүмкін. Осы арқылы яғни жарықтың шағылу заңын түсіндіре аламыз. Келесі бізде жалпы бұл бізде сіздерге бір ойын ретінде болсын. Мысалы, бұл жерде бізде түйін түрі, яғни ыдыстың ішінде. Біз майшамның көмегімен және де судың көмегімен, мысалы, сіздерге мына түйінді, яғни су тигізбей, яғни алуымыз керек болады. Яғни біз бұның ішіне су құямыз, белгілі бір мөлшерде су құямыз. Келесі біз майшамды жағамыз. Енді біз оның үстіне таза ыдысты қоямыз. Және біз оның бетін жабамыз. Белгілі бір секунд ішінде, оның ішіндегі су бізде стаканның ішіне жиналады. Яғни бұл бізде атмосфералық қысымға байланысты, яғни бұл жөнінде біздер 7-ші сыныпта өттік. Яғни мына ішіндегі су бізде майшамыз сөніп болғанша жиналады. Яғни мына түйінді біз ала аламыз. Осы арқылы бұл бізде атмосфералық денелердің жүзу шарттарына байланысты. Бұл жерде бізге мысалы мынандай скрепкалар. Біз оны жай лақтыратын болсақ, ол дене яғни түбіне кетеді. Оны біз басқа бір жолмен судың яғни бетінде қалқып тұру үшін қалай істейміз? Яғни біз оны скрепканы былай жай жіберетін болсақ, яғни дененің жай бетіне қоятын болсақ, ол бізде денелердің жүзу шарттарына байланысты. Яғни бұл жерде бізде Архимед заңын өтіп жатқан боларсыздар, я болмаса мектеп кезінде өтіп кеткен. Крахмал керек болады үй жағдайындағы, кукурузный, я болмаса картофельный мейлі бәрібір белгілі бір ыдысқа саламыз, біз оны салып, біз оның үстіне мысалы мындай су құйып
оны араластырамыз. Белгілі бір массаға жеткенге дейін араластыруымыз керек. Яғни бұл жерде бізде крахмалдың қатты және сұйық кезіндегі түрін көре аламыз. Енді бізде бұл жерде сіздерге жақындап көрсетейік. Яғни бұны біз белгілі бір қатты дене ретінде қолымызға қысып ұстай аламыз. Ал жіберетін болсақ, оның сұйық күйге айналатынын көреміз. Яғни бұл жерде міне еріп жатыр олар өзі. Яғни біз оны қолмен қысатын болсақ, ол қатты денеге келеді де, жібере қоятын болсақ, енді белгілі бір секундта ол сұйық денеге ауысады. Жақындап көруге болады, студенттер. Яғни бұл жерде бізде қатты денелер мен сұйық денелердің табылы қандай болатынын көре аламыз. Құрметті студенттер және де құрметті мұғалімдер, менің есімім Оңғар Сәнбек, ЕКС 2009 студентімін. Сіздердің алдарыңызда робототехника және де оның буындарын ішінде оқыту әдістемесін бәрін түсіндіретін боламын. Робототехника буынына келетін болсақ, робототехника ол дегеніміз бізде роботтардың құрылысы және де соның пайдаланатын жасалынатын олар яғни жапондық спорт түрі, ол жапондық спорт түрі, яғни екі робот бірге бір қарсы шығады. Мысалға оны бірге бір қойып қоямыз. Одан кейін оны бір-біріне қарсы қоямыз да бірге басамыз. Көріп тұрғандарыңыздай олар бір-бірін айналады да одан кейін орындарға қайтадан барады. Осылай деген сияқты. Бұл соның роботтары. Бұл келесі робот, ол бізде жай ғана робот, яғни бұл адамға көмектесуші робот. Бұл арқылы біз ауыр заттарды көмектеседі. Жоқ, Лего емес, Mindstorm EV3. Лего ол бізде кішкентай бастауыштықтарға арналған, ал бұл EV3 Mindstorm бізге оны көмектесу арқылы, яғни оңға солға 360 градусқа және де ол бізге ішіне ақпарат жазу арқылы біз оған өзіміздің абай атамыздың 45 қара сөзін және де видеоларды тағы да басқа нәрселерді жазуға болады деген сияқты. Осыны студенттер арасында Аңдар бар болды. Код ашамыз, пока ғана беріңіздер. Quizzes.com-ға кіреміз. Қанша төлеуіш? Міне коды. 337 65 92. 337 65 92. А сен барған қызы қосылды. Абылай хан қосылды. Ғанеке қосылайды дейді. Қайсы деп қосылғанды көрсетші, телефоныңызға. Тез қосыла қояды. Қоса берейін. Сен телефон түсіріп алайыншы. Құрметті оқушылар, студенттеріміз, бүгін міне біздің өңірде дәстүрлі түрде декадалар болып жатыр. Сол декадалардың ішіндегі математика және информатика кафедрасындағы айлық декаданың ашылу салтанаты ескертілсе. Декаданың ашылу салтанаты болып жатыр. Өте ұнап отырмаған, сіздерге ұнап отырма жоқ па? Себебі сіздер шулап отырсыздар. Сіздерге қызығушылықпен қатысуларыңыз керек осындай шараларға. Декаданың ашылу салтанатын өте мәнді етіп ұйымдастырған үшін кафедра меңгерушісіне және осы кафедраның оқушыларына әкімшілік атынан алғыс білдіргім келеді. Барлығын жан-жақты қамтығансыздар.
үш ғылымның басын біріктіргенсіздер: математика, физика, информатика деп. Соның ішінде мына жаңа цифрлық бағытқа үлкен назар аударыпсыздар, робототехника бағытын жақсы көрсетіп жатырсыздар. Енді менде мынандай ұсыныс бар. Бүгінгі көрсетілген, бұл енді декаданың ашылуы болғасын қысқа түрде жарнамалап көрсетіп жатырсыздар ғой. Осыны алда өтетін декада шараларында ашып толықтай, жан-жақты, мәнді қылып ұйымдастырасыздар деп мен ойлаймын шараларды. Негізінен математика ғылымы туралы айтатын болсақ, ежелгі дәуірден бастап қалыптасқандығын сабақтардан өткен боларсыздар. Сонау ана ежелгі Египеттің өзінде пирамиданы қалай салған, мұның өзі бұл мықты математиктердің сол дәуірде өмір сүргенін дәлелдейді, солай ма? Оның барлығына есеп керек. Немесе ұмытпасам, біздерде мәдениет математика, информатика, физика пәндерінің аптауының ашылуы болып жатыр. Мен деген бұл парашют деймін ғой. Что там мен не отыр, не ішіп отсың? Куб деймін, не деп отыр? Қайдағы кубок, сен алдың ойында қалып кетпейсің ғой. Кетші. Математика, информатика, физика пәндерінің ашылуы болып жатыр ғой. Сондай ма? Куб алам деп бәттім. Математика дейсің бә? Тұра тұршы. Мында кеші. Информатика Қағазы мен атау деген сияқты болды. сонда ғой. Маған любой сұрақ қойыңдаршы, любойын жауап беріп тастайды бұларға. Инерция занять место? Айтады ма? Білмейді ме? Ой, шашки, кетші. Білмейді екен ғой. Математик жігіт клубтан қызын іздеуде. Сәлем, қандас. Сізбен танысуға бола ма? Бір сұрақ қояйын онда. Түбірәсті 13 квадратын білесіз бе? Сәлем, қандас. Сізбен танысуға бола ма? Онда бір сұрақ қояйын. Түбірәсті 13 квадратын білесіз бе? Әрине болады. Түбірәсті 13 квадратын білесіз бе? 13. Міне менің махаббатым. Мен тұрмыстамын. Тұрмыстамын дегені қалай? Мен ба? Есептер шығардың ба? Қай есептер? Дұрыс ба? Молодец. Дұрыс ба? Сен кел, сен бала жұтма. Сен кел. Есептер шығардың ба? Шығардым. Мен жерде плюсті, минусты жазып жүргенсің. Допустим. Мен жерде x квадрат, x куб деп жазып жүргенсің. Допустим. Два раз допустил, один раз пропустил.
айтпасақ. Дауысын шығар. Менің курстасым Антика, ауақтасым менің курстасым математика, бөлу қосу алу. Колледжге дәптер ала кел, колледжге сен мұнда кіріспей. Менің курстасым, сен жүрсей. Менің курстасым, сен жүрсей. Менің атым қуаныш, бірақ оны ешкім білмейді. Мені бәрі қысқадик, апайға дейін қысқадик. Физикадан көп дейін тек егін. Физиканың мұғалімі бет-бетін жаттамайды. Менің ребайтасымды қасымда қыз білмейді. Маған келіп ей көрші басты жерге отырды. Қарандашты алып партамызды екі бөліп. Бағалаудан 4 алып енді соны мені көр. Қыздар ойлайды балдар тек спорт жақсы көреді деп. Балдар ойлайды қыздар өте пысық болады деп. Мұғалімді біздің қолдан барлығы да келетпейді. Басқа курстар ғой бізді ең жақсы курс. Сабақтардан өріккізді отыра алмай. Курста 9 бала қалып, 2 бара бітті. Қалар өмір бала қатты басып, алар биге кетіп қалып. Армейка, ауақтасым менің курстасым математика, бөлу қосу алу. Колледжге дәптер ала кел, колледжге сен мұнда кіргізбей. Менің курстасым, сен жүрсей. Менің курстасым, сен жүрсей. Аблай. Biz bularımız болашақтың бастауы. Оқып білім алып осыған ардағын көтеретін шашбауы. Біз заманша оғанымыз, тек болар қыранымыз. Биік бағытын әлі талай биіктерге шығарамыз. Біз буламыз жаңа ғасыр жастары. Біз буламыз болашақтың бастауы. Арнамызды биік болса әрқашан қазақ деген көтеретін болатын. Біз заманша оғанымыз, тек болар қыранымыз. Биік бағытын әлі талай биіктерге шығарамыз. Біз заманша оғанымыз, тек болар қыранымыз. Биік бағытын әлі талай биіктерге шығарамыз. Біз боламыз жаңа ғасыр жастары. Біз боламыз болашақтың бастауы. Арнамызды биік ұстап әрқашан қазағымның көтеретін шашбауы.